Elastic серверінде 184 миллионнан астам жеке дерек табылды. Ашық базада логиндер, құпия сөздер, емейл және ойын-сауық сервистерінен бастап мемлекеттік порталдарға кіретін сілтемелер бар. Бұны ақпараттық қауіпсіздік маманы Джеремайя Фаулер анықтады. Ең қауіптісі, мәліметтер ешбір шифрсыз ашық күйде сақталған. Оның қатарында Google, Facebook, Microsoft, Netflix, Apple, PayPal, Instagram сияқты танымал сервистердің аккаунты тұр. Базада 29 елдің .gov доменіндегі 220 мекеменің дерегі кездескен. Мамандар мұны мемлекеттік деңгейдегі қауіп ретінде бағалап отыр. Фаулердің айтуынша, бұл база ақпарат ұрлайтын зиянды бағдарламалардың нәтижесі болуы мүмкін. Олар құрылғыға еніп, логин, пароль, куки, мессенджер жазбалары, скриншоттар мен пернетақтада басылған мәтіндерге дейін жинайды. Сондықтан, әрбір сервиске бөлек күрделі құпия сөз қолданыңыз. Екі факторлы аутентификацияны қосыңыз. Құпия сөздерді жылына кемінде бір рет жаңартыңыз. Email адресті арнайы сайттар арқылы тексеріңіз. Пароль менеджерлерін қолданып, антивирусты жаңартып отырыңыз.